Қазір біз сіздермен present continuous шағында сөйлем құрауды үйренеміз. Present continuous дегеніміз нақ осы шақ. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті айтуымыз үшін қажет. Жасалу формуласы to be plus verb plus ing. To be'ді біз өттік, барлығымыз білеміз. Verb дегеніміз іс-әрекет, және сол іс-әрекетке ing жалғауын міндетті түрде жалғаймыз. Әрбір шақтың өзінің уақыт көрсеткіштері болады. Ал енді present continuous шағының көрсеткіштері ол now, қазір, right now, дәл қазір, at the moment, қазіргі моментте. Мінекей тура осылай present continuous шағы құрылады. Окей, формуланы білеміз. Енді практикаға көшейік. Біз адам баласы әрқашан қандай да бір іс-әрекетті жасап жүреміз. Дәл қазір мен видео сабақты түсіндіріп жатырмын, түсіріп жатырмын, сіздерге грамматиканы түсіндіріп жатырмын. Ағылшынша қалай болады? I am recording video lesson. Мен видео сабақтар түсіріп жатырмын. I am explaining the grammar to my students. Мен грамматиканы студенттеріме түсіндіріп жатырмын. Ол теледидар көріп жатыр. She is watching TV right now. Окей? Сіз қазір не істеп жатырсыз? Әрқашан істеп жатқан іс-әрекетіңізді ағылшын тілінде айтуға тырысыңыз. Солай сіз өзіңіздің жасап жатқан іс-әрекеттеріңізді де жаттап аласыздар. Мысалы, еден жуу қалай болады? Mop the floor. Дәл қазір еден жуып жатырмын. I am mopping the floor. Окей? Немесе ол душ қабылдап жатыр. He is having a shower. Окей? Тура осылай практика жасаймыз. Отырып алып 40-50 сөйлем құрай беріңіздер. Енді қараңыздар. Ерекше есте сақтайтын жайт, барлық етістіктерге біз ing жалғауын жалғамаймыз. Осы тұста present continuous шағында етістік екіге бөлінеді. Action verbs, non-action verbs. Немесе state verbs деп. Action verbs дегеніміз ол жерде біз қимылдаймыз, іс-әрекет бар. Ал non-actionда іс-әрекет жоқ. Біз сезінеміз, ойлаймыз. Мінекей осы етістіктердің тізімін мен сіздерге барлығын тізіп чатқа жіберемін. Тек қана сіздер сөйлеңіздер. Окей? Және ing жалғауын қалай дұрыс жалғаймыз, оны да жіберетін боламын. That's it.